Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Ақнұр. Өзім сатылымға шығарып жүрген, тестісі өте жұмсақ болып шығатын және де өте ерекше йогурт пен бананнан жасалынған пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттер шығады. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Алдын ала барлық затты өлшеп дайындап қойдым. Рецепті описаниеда қалдырамын. Ең әуелі ұнымызға разрыхитель және де сары май. Осылай қант пен жұмыртқаны бір-біріне араластырып қоямыз. Қант еріп тұрады. Ұн мен майымызды қолымыздың көмегімен бір-біріне біріктіреміз. Бізде песочный тесто шығады. Және де жаңағы жұмыртқамыз бен қантымызды қосып жақсылап илейміз. Қолға жабыспайтын өте жұмсақ тесто пайда болады. Міне бізде осындай өте жұмсақ, нәзік тесто пайда болды. Және де оны тапамызға орналастырамыз. Менде тапа 24 см. Оқтаудың көмегімен немесе қолдың көмегімен де орналастырып шайсаңыздар болады. Шанышқының көмегімен астына ауа кіретіндей тесік жасаймыз. Ендігі кезекте начинкасына творог, жұмыртқа, қатырылған банан, йогуртты және де бір қасық сметан, қант, күкірізді крахмалды салып жіберіп блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Бізде осындай қоймалжың біркелкі тесто пайда болды. Арасында банандар жүр. Оның қатты еруі, ерімеуі маңызды емес. Жақсылап тапамызға орналастырып құйып аламыз. Сол уақыттарда пешімізді қыздырып қоямыз. Міндетті түрде қызған пеште болуы керек. 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісті және де менде бетіне шоколадты ганаш құямын. Сүтпен жасай беремін. Водяное ваннада шоколадымыз бен сүтімізді осылай ертіп аламыз. Міне осылайша пирогымызды пайдалансаңыздар болады, немесе қатырсаңыздар да болады. Бетін кез келген нәрсемен әрлеуге болады. Мен креммен әрлеймін. Біздің пирогымыз дайын. Тестісі өте жұмсақ, начинкасы ерекше пирог. Бір жегеннен жеген адамдар ғашық болатын пирог деп айтсам болады. Шаймен өте жақсы кетеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.